Ауыл партиясы ұлттық әл-ауқатты арттырудың түбегейлі және жаңа саясатын ұсынады, және оны жүзеге асыруға дайын. Ауыл партиясы ауылдық аймақтар мен аграрлық салаға қатысты заңнамаға толық ревизия жүргізуді көздейді. Біз азық-түлік қауіпсіздігі туралы заң қабылдаймыз. Индустриалды аграрлық елге лайықты реформалар болуы тиіс. Мемлекеттік бюджет есебінен барлық ауыл шаруашылық өндірушілердің кредиттік жүктемесін босатамыз. Ешкімнің батылы жетпеген агробанк құру мәселесін шешеміз. Ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілер үшін барлық салық түрлерін толық жоямыз. Ауыл партиясы ауылға жайлы тұрмысты қамтамасыз етуді көздейді. Ауылдық елді мекендердің инфрақұрылымын қалпына келтіру және дамыту керек. Ауыл әйелдердің әлеуметтік жағдайын жақсарту қажет. Олардың өмір сүруіне жайлы жағдай жасау керек. Үйде отырып бала бағып, оның тәрбиесімен айланысып отырған келіншектер мемлекеттен қаржылық қолдау алуы тиіс. Ауыл мен қала арасындағы білім және медициналық қызмет саласындағы алшақтықты барынша жоюымыз керек. Біз елімізді индустриалды аграрлық державаға айландырамыз және сол арқылы азық-түлік қауіпсіздігі деңгейі өте жоғары мемлекет құрамыз. Біз бақуатты ауыл, дамыған қала мен қуатты мемлекет қалыптастырамыз. Ауыл төрге шықсын, ауылдың үні естілсін. У вас все? Все. Көп рахмет сізге.